еш уақытта жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең бастысы тіл. Сөзі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Өз ұлтына басқа жұртты қосамын дегендер ең әуелі сол жұрттың тілін аздыруға тырысады. Орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. Сондай кемшілік болмас үшін әр жұрт баласын әуелінде өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, әбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Бізде тіліміз бұзылмай, сақталуын тілесек, өзгелерше әуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз. Дұрыс айтасыздар. Өте орын айтылған сөз. Жүсіпбек аға, тіл туралы айтқан тамаша ойыңыз бар еді ғой? Иә, ойға ой қосыңыз. Ел ағалары, менің де ойым осы. Тіл, адам жанын тілмашы, тілсіз ұлт, тілінен айырылған ұлт болып жасай алмақ емес. Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт тілінің болуы. Ұлттың тілі кеми бастауы, оның құри бастағанын көрсетеді. Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмасқа тиіс. Бір ұлттың тілінде сол ұлттың жері, тарихы, тұрмыс мінезі айнадай ашық көрініп тұрады. Қазақтың сары даласы кең, тілі де бай. Күндердің күнінде түркі балалары тілдерін біріктірсе, сол тілдердің негізі қазақ тілі болса, сөз жоқ. Түркі тілінің келешек тарихында қазақ тілі ерекше орын алмақшы. Келешек түркі тілінің тарихында біздің иманымыз берік.